Қошеметтеріңіз. Қошеметке лайық дүние ғой. Ең бастысы түсінікті оймен бір жақсы дұрыс нәрселерді насихаттап жүрген жан. Және мынандай сұрақ болса келгеніңізді пайдаланып бір-екі сұрақ қойып қалсақ деп жатырмыз. Жалпы Нұреке, плагиат жазған дұрыс па, дұрыс емес па? Плагиат харам ба? Дикий әнші, не дикий әнші, танымал әнші, танымал емес әнші, звезда болған әнші, звезда болмаған әнші, кімнің өлегін айтса да рұқсатпен айту керек. Әне, түсіндіңдер ғой, түсіндіңдер ғой, және де мынандай сұрақ, енді әртүрлі жағдайлар болады ғой, жалпы өзінің кәдімгідей бар жиған терген, өмір бойы алған дүниесін, үйін сатып, кино түсірген дұрыс па, дұрыс емес па? Қалай ойлайсыз? Үйін сатқаннан кейін